Мы депутаты, и в этом нашей нет вины. Да будь вы сами на нашем месте, вы поступали бы так, как мы. Депутат деген кім? Жалпылама білеміз. Заң шығарушы органда отыратын, халықтың атынан сөйлейтін, не сөйлемейтін тұлға. Кімді еске түсіре аламыз? Халықтың қалаулысы, елдің елеушісі дегенде еске түсетін азаматтар, мысалы, Серікболсын Абділдин мырза, Шерхан Мұртаза ағамыз. Бекболат Тілеухановты білем, Серік Қонақбаевты білем, Валихан Қалижановты білем. Бізге жақын Төлеген Мұхамеджанов білем, Бақыт Сыздықованы білем, актер Тәңірберген деген кісіні білем. Сосын Бекболат Тілеухановты білем. Экс-депутаттардың білетінін енді әрине ол Бекболат Тілеуханов ағамыз. Тоқтар Әубәкіров, Зинол Алшынбаев деген. Шерхан ағадан басқа мысалға да. Қазір енді Бекболат ағаны Тілеухановтың әңгімелерін тыңдаймын. Сол кісі біраз нәрселер айтты. Амангелді Айталы ағамыз, кешегі Тоқтар Әубәкіров ағаларымыз, Бекболат Тілеухан ағамыз. Маған Шерхан Мұртаза ұнайтын еді. Кезіндегі жер мәселесін көтерген Шерхан Мұртаза ағамыз бен Әбіш Кекілбаев ағаларымыз есімізге түседі. Сондай бір 4-5 депутат бар, мысалы үшін мен танымайтын қаншама депутаттар болып кетті, білмеймін оларды. Иә, танылмай жүргендер, танымай жүргендер жетерлік. Депутаттар уже болып жатыр. Знаешь, пенсионерки сижу дома, ничего нельзя. Айта алмаймын, кешіріңіз. Жалпы халық депутаттарының немен айланып жатқанын бейхабар. Ал хабары бар азаматтардың өкпесі көп айтатын. Бұрын парламентте телеарнадан қарайтын болсақ тартыс болатын. Бір мәселеге қазір қалай? Бәрі қол көтере салады, келісе салады. Қазір ондай бір тартыс, үш партия кірсе де тартыс шамалы. Иә, тартыс болмаса да қызық емес. Еркек болған соң төбелесу керек дұрыстап. Грузияның депутаттары солай ойлайды. Мысалы, жақында маған көп сұрақ қойды. Украинаның парламентіне мемлекеттік тіл үшін төбелесіп жатыр. Неге біздің депутаттар төбелеспейді? Біздікілер әлі төбелеспеді. Ал Ресейдің думасында думан көп. Шатақтан басталатын оларға бір Жириновскийдің өзі жеткілікті. Ну что же вы делаете? Ну что же вы делаете? Подонок. Жириновский еткен осы кадрлар. Пошел вон отсюда! Пошел отсюда, нахер! Бұл шатақ құмар азамат шоу-бизнеске де оңай араласып кете береді. Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за день. Чего вы позор нашей страны! Помолчите! Вы позор! Помолчите! Бізде де болған осындай бір депутат шу шығарып жүретін. Сондай жағымсыз кейіпкер сериалда. Ну вот и все. Партия сыграна блестяще. Ол ән де айтты. Кружит земля, как в детстве карусель. Ол көп нәрсені айтты. Депутат Мажилиса Танирберген Бердангаров объявил войну алматинским парковщикам. Айта берді. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, служивших в советской армии поздравляю с праздником. Одан соң айталы айтты. Бекболат мырза да үнсіз қала алмады. Тәңірберген, мен сені сүйем, жақсы көрем, досымсың, інімсің, бірақ сен тәуелсіз Қазақстан тұсында қалыптасқан адам ретінде бұндай нәрсеге бажайлап қарауың керек. Өйткені сен парламенттің депутатысың. Көшеде бір-бірін құттықтап жатқан Валентин күнімен құттықтайтын көшеде жүрген адам емессіздер. Сіздер саясаттың саясаткерлерсіздер. Ең бірінші бұл мәселен қосып Амангелді аға деді. Сосын осы екінші рет осы нәрсе қайталаған кезде Амангелді аға жоқ. Сол кезде Амангелді ағаның орнын жоқтатпау мақсаты. Сосын сол баяғы Амангелді ағада қалған дәстүрді біз жалғастырдық. Әріптесіміз Тәңірберген әріптесіміздің айтқаны өте саяси қателік. Басқа бұрын біз боданда, ықпалында болған мемлекеттің мерекесімен құттықтау біздің. Және оны жай халықты емес, сол халықтың үлкен бір биліктің саласы болып отырған халықтың қалаулыларын құттықтау бұл енді өте қате нәрсе болды, және оны айыптауға тұратын нәрсе деп ойлаймын. Одан соң бетіме түкірттеп сотқа берді бір азаматты. Ашу басылған соң кешірді. Қазір Инстаграмға сурет жариялағаны болмаса, бұрынғыдай камерасына түсе бермейді журналистердің. Өйткені рұқсат жоқ. Тәңірберген мырза бүгінде спорт және дене шынықтыру істері агенттігі төрағасының кеңесшісі қызметін атқарады. Кім екенін де білем, бірақ оны айтпаймын.
Адамдар сонда депрессияға түседі. Керегін айтушы еді, халыққа дәлдеп айтушы еді. Енді не бітіріп қайтты сол енді Өмірбаевта, солар не бітіріп қайтты. Сосын Амангелді Айталы ағамыз есімде. Амангелді Айталы ағамызды көп халық сол парламенттің мөрінен көргісі келеді. Амангелді Айталы деген ағамыз бар, түрлі әлеуметтік, ұлттық мәселелерді көтерген. Ол кісілерді де қайтарып әкелуге болады. Мәселен, орны ой сұрап тұр деп айта аламын. Мен енді 8 жыл болдым. Шүкір ететін жағдай бар ғой. Өкініш жоқ, өкпе жоқ, тек. Менің көңіліме келгені сол депутаттардың ішінде бұрынғы елге танымал, осы ұлт мәселесінде де, басқа мәселеде де айтатын өткір сөзі бар, пікірі бар, ел сыйлайтын кейбір адамдардың тыс қалған. Амангелді мырза бүгінде Ақтөбе қаласындағы мемлекеттік педагогикалық институтының профессоры. Ал өзге экс-депутаттар қайда? Қай салада жүр? Реально людей это интересует? Әрине, бізге бәрі қызық. Әсіресе экс-депутаттарға қатысты дүние болса. Бывших депутатов не бывает. Бақытсыздықпен біз осы қаланың мәслихатында біз бірге депутат болғанбыз. Ол кісіні мен өте жақсы білемін. Көзқарасы кең, жақсы кісі деп ойлаймын. Бақытсыздық апайымыздың сонау бір жылы анау еркектер екі әйел алатын болса, әйелді де екеуге тиісін деп кішкене бір оғаштау пікір айтып қалғаным есімде қалған. Жалпы мен бақытсыздыққа апайымызға ешқандай пікір білдірмеймін. Өйткені неге? Өйткені ол кісі, мысалы, кезінде мен сол кісінің қарауында КВН-де жүрдім. Өткен бағдарламаларымыздың бірінде Сыздықованың мың бір алған биін Бекболат мырза қатты сынға алған еді. Өнер ең бірінші адамның жан сұлулығын тәрбиешісі өнер дейтіндерсе. Сен жаныңа сұлулық көретіндерсің бе? Борсаң-борсаңға секіріп жүрген. Өзінің сол несі ғой, имиджі ғой. Сол кісі жай отырмайды. Ыңғайында біреуге көмектескісі келеді. Енді істеп жүрген қылықтар енді әрине ол соңғы істеген қылықтары, енді ол кісі өзі сондай кісі ғой, өзі баяғыда КВН-де жүрген кезде де біздің қасымызда хо-хо, давай, Казахстан вперед, мы должны быть первыми деп жүретін кісі. Мегада неге жүрді? Сол студенттерді шығарған студенттерге көмектескісі келіп жүрген уақыты жоқ, бірақ ол кісілерге көмектеседі. Сонда жақсы кісі деп ойлаймын. Депутаттықтан кетсе де Сыздықова туралы көп айтылды. Мәселен, мисс болған Шымкенттің аруын сынаймын деп те біраз сөзге қалғаны бар. Жарайды, өзге экс-депутаттар қайда жүр, тақырыпты жалғастырайық. Мен қазір Алматыдамын, Әуезов атындағы қасиетті шаңырақ әдебиет және өнер институтының директорымын. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің 3 депутаты болдым. Сондықтан да айналып ақын ғылымыма қайта оралдым. Қазір мен осы 2009 жылдан бері осы республикалық спорт колледждің директоры қызметін атқарып жатырмын. Оған қосымша осы Алматы қалалық бокс федерациясының президентімін. Мен қазір депутат емеспін. Мен қазір бастық емеспін. Мен қазір өзің сияқты әріптеспін өзіңнің. Қазір бізде телеарналар көп қой, бірақ соның ішінде осы Астана телеарнасын өзім жақсы көремін. Бағдарламалары жақсы, өйткені өзекті мәселелерді қозғап жатады. Бұл пародист жігіттің кімді салып отырғанын түсінген боларсыздар. Енді қазір рахат енді депутат айт демейді, басқа айт демейді. Мен жай ғана бір қоғамда қатардағы адамын, айтатынды айта беремін. Айтпақшы, Бекболат мырзаны өткен бір бағдарламамызда көрсетіп едік, артынша ғаламтор шу ете қалды. Сағынғандар көп екен. Осы қазіргі депутаттардың алдыңғы шақырылымдағын еске алатын болсақ, ода ол кезде енді жаңағы Бекболат Тілеухан ағамыз ұлттық мәселелерді айтып жүрген. Бекболат Тілеухановтың көп мәселелерді қозғаған бұл қазақ тіл жайында. Мысалы, мына қазіргі әуе жайында ұшақтарда ұшып жүрген кезде мәселелер жақсы көтерген. Бірінші фильмдер сынады, әсіресе өнер тақырыбына қатысты, сосын жаңағы қыз балдарының арнамызына тиетін мәселелерге байланысты біраз ойлар айтты. Тағы мынадай бір хат келді. Маржан, Бекболат Тілеухан жырау деп сізге кім айтты? Ол кісі жыршы. Прежде чем выпускать, надо узнать, кто чем занимается, как его профессия называется. Хат жолдаған ақылды азаматқа айтарымыз. Бекболат мырзаның Твиттердегі аккаунтын ашып көріп, танысыңыз. Және жырау деген кім? Біле жүріңіз. Жырау негізінен саясатқа тікелей араласқан тұлға. Жырау ақын, бірақ айтыстың ақыны емес.
Ол белгілі бір саясаткердің позициясын, көзқарасын елге жүргізетін адам. Оны депутат ретінде білмейді, ең бірінші қазақтың өнерін алға сүйреген өнер иесі, әнші, жырау ретінде таниды. Сондықтан да оны жырау деп айтудың еш айыбы жоқ деп ойлаймын. Олар нағыз намыссыз оңбағандар. Қаз көрсетем. Жұмыссыз қалған адамдар әртүрлі жағдайға баруы мүмкін ғой. Шіркін, шерханаға келсе екен деп. Өлеңді айт дегенде аял болмас. Елдің сүйіктілі Бекболат Тілеухан қазір қайда? Зашуы көп қаладан емес, тыныштығымен жанды сүйсінткен даладан іздедік. Сұраққа жауапты да Бекболат мырзаның өзінде. Көкпарға жарай ғой ме? Бұл не? Осында келгенде кісілермен жуасаттар ғой. Бұл сонда сізде қалай? Кез келген адам келіп ат мінуге бола ма әлде? Иә, мен жерде кәдімгі жаңағы інілерім бір шаруашылыққа қосып қойған ғой. Келіп осы жерге демалады. Жақсы бизнес. Бір бизнес дейтін бұлдан үлкен бизнеске келмейді. Оның бизнес дегенде өзін-өзі ақтаса соған рахмет айтасыз ғой. Бұл жерде әпіл-тәпіл ақтаса да. Қысты күндері мүлдем ақтамайды. Бұл хобби ғой, бизнестен көрді. Мен айналысып жатқанда осы жылқының маңайында жүрім жоқ, айналысатын нәрсе көп қой. Жалпы Қазақстанда жұмыс жоқ деген адам нормальный адам емес. Қазақстанда жұмыс істеймін деген адамға жұмыс өте ұмытты екен. Бекболат Тілеухан мырзаның иті. Өзі әдемі, өзі қорықпайды ештеңеден. Я адам жоқ. Кеттік. Вот. Ана атқа мінесің бе? Бізді Бекболат мырза атқа мінуге шақырып жатыр. Қазір енді мен әнедемін ғой. Ұлттық спорт түрлері ассоциациясы бар. Сонда О, все снимаем. О, мен қазір Бекболат мырзаның атының үстінде отырмын. О, ғауыш кәдімге асау ғой. Сіздің қандай өзіңіз? Осы менің мінесің. Осы ма? Осы. Ал есік сағат деп айтқыңыз деп тұр ма? Солай дедіңіз ғой жаңа сіз. Депутатшыға кеткеннен кейін өкініш болмады ма? Жоқ, немен өкініш бар. Былай ғой кім? Маржан. Бір ауыр сөмкені аласың да бір этажға шығып бара жатасың ғой. Қолын талады өтпейді. Соның бар орнына қойып кеткеннен кейін қол аяғын жеп-жеңіл болып жүгіріп көрдің бе? Иә. Сонда бір адам бір сезінетін жағдай бар ғой? Иә. Жеңілдік, иә? Жеңілдік. Тура сол жеңілдікті сезінесің. Қазір кіммен араласып тұрасыз мысалы, экс-депутаттармен? Экс-депутаттармен бәрімен де сәлем түзу. Алдан ағамен де сәлем түзу, Сәуірбаймен де сәлем түзу. Құттықожа ағамызбен сөйлесіп тұрамыз. Киянский дейтін мырза бар. Сіздердің назарларыңызға демография мәселесін аударып келіп отыр. Ұлттық мүддені айту қазір модада емес. Ұлттық мүддені айту дегеніміз бір бейне кертартпа сияқты көрсетуге тырысады. Маржан, қазақтың қызы, қазақтың жігітіне қарындас. Қарындасының абыройын, қарындасының намысын қорғай алмаған адамға да бермейсің. Сол кезде айтылған әңгімелері бар. Иә, енді аттың көтіне теріс отырғызып деп. Ақтан берді айтады, атасы басқа қалмақты жұртынан шауып бостырып, түйедегі наршасын әпештеген қаншасын аялаған аруын ат көтіне мінгізіп тегіннен тегін ол жақылмасам, ұлттың намысты осы жыма таптауға бола ма? Осы кино бізбен сіздің қалтамыздағы салыққа шыққан кино. Салықтың ақшасынан бюджетке шыққан кино. Сіз стюардессалар қазақша сөйлей алмайды деп, қазақшасы жұтаң деп айтты. Маған қарағым, алманы шырынын беріп жер десеңіз, а деп бетіңізге қарайды. Точечный бір нүктеге ғана бағытталған емес. Бұл тек қана мысал ретінде ғана кетті. Бұл жалпы идеологияға байланысты айтылған нәрсе. Сол сөзді сіз ағылшынша сұрасаңыз ағылшынша жауап береді, орысша сұрасаңыз орысша жауап береді, қазақша сұрасаңыз орысша жауап береді. Тілім сені менсінбей қорлағандар, өгей сүті араша болмағандар, опасыздық жасаған отанына, олар нағыз намыссыз оңбағандар. Елдің өзінен бір ориентир кетіп қалды. Біз кейбір нәрседе тегіміздегі асылдық кетіп қалды. Ұрпағың туса қағынып іштен, салтыңды қайтен. Оның үстіне қазір қарап отырсақ, әлемнің өзі тек қана бір күлкі іздеп тұр ғой.
серьезный нәрсені айтқызбайды. Сосын бір сұмдық бір жаман тәсілдер бар да қазір. Бүкіл нәрсені шоуға тірейді. Бір мәселені қозғаған болады, ортаға тастайды, екі жақ таласады, әркім өзінің пікірінде қалады. Адам таластың үстіне ақиқатқа келмейді. Жаным сені сүйемін, бұған куә қайын. Нұрлан Өнербаевтың депутат болғанын білеміз. Олар, мысалы, болды ғой 4 жыл, ештеңе де бітіргенде жоқ. Депутаттан кеткенде, мысалы, мен өкінгенім рас. Мен сол кезеңдерде бір газетке берген сұхбатымда айттым, өкіметте өшін кетті деп. Өткені мен ауылға бөлінген 48 миллиард ақша жоқ. Мен соны іздеп едім. Көші-қон саясатына байланысты көптеген қаржы бөлінді. Соның құмда ізі жоқ. Үміт болды, сайлайтын шығар деген үміт болды. Бірақ мен оған өкінген жоқпын. Мен қай кезде болса да мен мақтанышпен айта аламын, мен халықтың депутаты болдым деп. Парламенттен басын тік көтеріп шыққанмен, қайтадан депутат болмай қалдым деп депрессияға түскен ағалар болыпты. Ұялсаң кетті, ағайындардан ел жұрттан ұялсаң кетті, а? Не бопты? Не бопты? Ұялмайсың ба? Ағайындар менен ұялсын. Ұқтың ба? Қорға баламаған үшін. Ой, бір грамм ет жоқ екен бетінде бар ғой. Әй, жұмыстан шыққанның бәрі арақ іше беретін болса, елдің бәрі алқаш болатын еді осы уақытқа дейін. Өзің бір сөз ықпайтын адам екенсің. Немене осы әйелдердің араласпайтын жері жоқ. Не? Әділетсіздік менің ішімді күйдіріп бара жатқан. Сенің ішіңді күйдіріп бара жатқан арақ анау. Кім екенін де білем, бірақ оны айтпаймын. Себебі ыңғайсыз шығар, кешегі менің әріптесім. Жұмыссыз қалған адамдар әртүрлі жағдайға баруы мүмкін ғой. Мен айтайын, кейбіреулердің әйелдер нағыз батыр. Жасырмай айтайын. Айтшы ері, қотасына сен деймін, тоқтауға жоқ, тоқтамай деген кездерде болды, мен айтайын. Мысалы, кресло деп айтайық та, соған жету үшін бүкіл арманы, соған күш салды, қаншама адамдардың тілін тапты, қаншадан қонақ қылды, қаншама әрекеттер жасады, сол жетіп еді, енді ол уақыт аз болып қалды. Кәсіби парламент болғаннан кейін кез келген үміткер барғанда, мен ертең маған өкімет жұмыс тауып беру тиіс дейтін оймен баруға болмайды. Жұмыс үшін жаңа басты кетіріп, сол бәр дүниені қараңғы қылып, содан араққа салынып емес, тағы да бір қайғыға ұшырап жүруді меніңше керек емес. Сол өмір тек қана қызметпен берілмейді ғой, ешкім ол қызметпен туған жоқ қой. Енді қайтасы. Күлеміз ау енді, сенбеген соң күлесің бе айтпесе. Күлгенде күлетініміз аянышты нәрсе бар. Олай істеу енді. Енді кейбір әріптестердің көңіліне тимес. Жалпы ондай нәрсе үшін күйзелу деген бейшаралықтың ішіне қойылды құрсын. Сол кезде адам күйзеліске түседі. Өйткені оның мақсаты сол жерде отыру ғана еді да, сол кресло ғана еді. Кім үшін анасынан депутат болып тұрыпты? Қажет кезінде сөйледің, айтатынды айттың. Ашша айтқан шығармыз, тәтті айтқан шығармыз, біреуге ұнаған шығармыз, біреуге ұнамаған шығармыз. Жалпы жалпыған ау деген дұрыс нәрсе емес. Қолдың кірі дейді қазақ. Сол қолдың кірін өзіңізге мақсатқа алған кезде адамдар сонда депрессияға түседі. Әлбетте ол адамға әсер етеді. Оны енді біз ешкім ол темірден жаралған жоқ. Еш уақытта мен жұмыс үшін соншалықты қиналып басым алған жоқ. Ал дәл қазір креслода отырғандар не дейді? Олар дайын ба экс-депутат атануға? Мен дайынмын әрқашан. Депутаттық жұмысты жаңа ғана бастадым. Міне жаңа ғана түсіндім деп ойлаймын. Енді бұлай уақыт өткесін кетуге дайын. Кезінде бизнесте жүргенде, негізі мен бай болған бизнесте жүргенде, мен негізі қаражатым көп, бірталай жаңағы қаражатты тауып ақшалы болған адам болатын. Мен де ойлаймын, депрессия болмайды, өйткені мен өзім кәсіпкермін. Істейтін жұмыстарым көп, жұмыс істеймін, проблем жоқ. Ал ертең мен депутаттық өкілеттілігім тоқтаған кезде, мен осы қарапайым адамдар секілді өзімнің жұмысымды жалғастырып істей беремін. Ол мүмкін бухгалтер болуы мүмкін, мүмкін аудитор болуы мүмкін. Парламентте қандай депутат болғанымды халық, тележурналистер бәрі біледі ғой деп ойлаймын. Енді ол кісі әдебиеттің өкілі ғой, Жасыл газетінің қанша жыл редактор болды. Мысалы мен жемқорлықпен күрес жөнінде заңға бір бап енгіздім. Оны ауылсып, жұлысып, айқайласып жүріп әлек енгіздім, бірақ ол қабылданды. Еске алып жатырмыз өткен күндерді. Мен енді аса үндемей отыратын депутат болғам жоқ. Жаңағы шулайтын, жаңағы өз пікірін айтатын депутаттардың қатарында болдым. Менің қасымда қанша депутат отырды? 3 жыл кейінгі осы 3 жыл, 4 жыл. 4 жылдан 3 жыл отырдық қой, 3 жылдан астам.
бір рет аузын ашып сөйлеген жоқ. Енді олардың мен аты жөнін айтпай қояйын енді олар. Парламентте отырғанда кейде бір мылжың әңгіме сөз кеткен кезде мен студенттік аудиторияны аңсаймын. Себебі студенттік аудиториядағы кейдегі әңгіме пікірталас мына парламенттен де артық болады. Енді мен өзіме тиесілі міндетімді барынша адалақтауға тырыстым. Мен даже қазір кейде өкінемін, мен неге спортқа ертерек кетпедім деп, сол парламентте отырғанша сөзде. Жаным сені сүйемін, бұған куә қайын. Нұрлан Өнербаевтың депутат болғанын білеміз. Енді не бітіріп қайтты сол енді, Өнербаевта солар не бітіріп қайтты. Бұл қандай бір шаруаның басын көтеріп солар осы депутаттық беріседі. Ол жақсы әнші ғой енді, ол өзі маған әне болып келеді. Жақсы әнші сол ән айтып жүре беру керек қой әнші. Әркім өз шаруасымен айланысқан жақсы ғой. Сонда ғана тіріп болады. Еткіші болғаннан кейін өте жақсы еткіші болу керек. Нұрлан Өнербаев белгілі әнші болғанменен, ол тағы да біздің қазақ эстрадасының бүгінгі жай-күйі. Қазақтың ұлттық ән өнері туралы көтерілген мәселелері менің ойымша ол орнықты. Парламентте депутаттары егер барлығы заңгер болып кетсе, барлығы финансист болып кетсе не болар еді? Нұрлан ағамыз өзім теледидардың бірнеше рет көріп қалдым. Біздің ұлттың жоғын жоқтап, мұңдап, әсіресе жаңа тілге, бала тәрбиесіне қатысты, және дінге қатысты мәселелерде ол өзінің пікірлерін ашық айта білді. Әдемі ностальгия. Одан арғы бұрынғыларды айтатын болсақ, марқұм болып кеткен Құдайберген Сұлтанбаевты білеміз ағамызды. Сен жұлдыз іздеп жүрсің. Қайдан білесіз? Телевизордан көргем. Құдайберген Сұлтанбаевтың баяғыда бір екі берген интервью береді. Сол кезде мындай сөз есімде қалған. Ол жерде дипломы бар артист тек қана мен, қалғаны дипломы жоқ артистер деп айтқан сондай бір сөзі болған. Қарапайым ауылдағы халықтың жағдайын Құдайбергеннен артық білетін сол жерде депутат болды ма, болмады ма білмеймін. Ол кісі ауылдың да адамын, қаланың да адамын, орташа адамды да, байды да, кедейді де бәрін білетін еді. Елден сұрадық. Таза ниетті адамдар болса, қайтып келсе, аба айта алмаймын аттарын. Мұхтар Шаханов мысалы. Өте жақсы халықтың қамына келеді. Білмеймін мен доғана. Сол келгенде не істеген? Жаңа жастар барсында. Мұхтар Шахановтың қайтып келгенін қалар едім, қайтадан. Мен білетін депутат болған қайсы келсе де, қайсы осы орын тұрып атса да, халықтың мұңын бәрін ойлайтын депутат керек бізге. Өнерде жүрген азаматтардың көзқарасы. Амангелді Айтал ағамызды көп халық сол парламент өмірінен көргісі келеді. Мұхтар Шаханов ағамызды көргісі келеді. Шерхан аға келсе екен деп ойлаймын. Сол кісі күшті айтушы еді, батырып айтушы еді, тігінен айтушы еді, керегін айтушы еді, халыққа дәлдеп айтушы еді. Соңғы белсенді осы Мұрат Әбенов белсенді болды. Сосын жалпы Бекболат Тілеухан да біраз нәрсе әңгіме айтты. Мұхтар аға кіріп ағаларымызды көргісі келеді халық. Сосын Амалбек Шан да уақытысында депутат кезінде жақсы мәселелер көрсеткендігін айтылады. Ешқайсысын қалғым келмейді, өйткені олар мысалы болды ғой 4 жыл ештеңе де бітірген де жоқ, ештеңе де істеген де жоқ. Өз кешірсін ағаларымыз ренжімесін апаларымызда. Бекболат Тілеухан қазаққа, ұлтқа әйтеуір жаны ашитын, ұлттың жоғын жоқтап жүретін осындай ағаларымызды қайтадан депутат ретінде көргіміз келеді. Таныс өлке, таныс аймақ, танысма. Әнші Гүлнұр Оразымбетова. Қазір депутат болып отырған Нұрғисаев Серікбай мырзаның келіншегі. Депутаттық туралы былай дейді. Енді депутат болғанымызға көп уақыт болған жоқ. Негізі халықтың қамын ойлап жүрген азаматтар, халық үшін халыққа ыңғайлы заңды өмірге әкеліп жатқан азаматтар. Сондықтан да мен ойлаймын, мен ешқандай минусын көріп отқан жоқпын, көрмей-ақ та қояйын, тек жақсылығын көрейік. Жақсылықты депутаттармен бірге біз де көрейік. Алашым биік қойдың сөз беделін, өйткені ақиқат қой көздегенін. Ешкімде ел аузына қақпақ болмас, әр адам екшеп алар өз керегін.